Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен виртуал түрде зертханалық жұмыстарды қалай жасауға болады, ол қандай сайттарда жасауға болады деген сұрақтарға жауап беретін боламыз. Яғни көріп тұрғандарыңыздай мына жерде бізде бірнеше тақырыптарға жинақталған осындай виртуалды зертханалықтар топтамасы бар. Әрине бұл сіздің сабағыңызды тағы да қызықты қылып өтуіңізге мүмкіндік береді. Сонымен қатар біз білетін екінші бір платформаның түрі ол әрине FED Colorado деп айтамыз. Яғни көріп тұрғаныңыздай міне FED Colorado білесіздер. Бұл жерде өзіңізге керек болған тақырыпты алып, дәл осы жерде тағы да жұмыс жасауыңызға болады. Яғни кез келген тақырып бойынша виртуал түрде оқушыларға сол жағдаяттың жасап көрсетуге мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда бізде мектепте осындай бір құралдар жетіспеуі болады. Сондай кезде сіз балаға зертханалық жұмысты осы бір виртуалды зертханалықтың көмегімен жасап көрсетуге болады деген сөз. Яғни осы бір виртуалды зертханалықтарды өздеріңіз сақтап алыңыздар. Барлығы тегін, яғни қолдануға ыңғайлы, тек қана интернет болса болғаны. Яғни кез келген тақырып бойынша осы жерде зертханалықтар жинақталған. Әрине сіздер үшін пайдалы боларына толыққанды сеніммен айта аламыз. Яғни кейбір әріптестеріміз қалай жасаймыз, қайда жасаймыз, қандай сайттар бар дейді. Әрине осы видеоның астына сілтеме қалдырыңыз. Біз сізге осындай виртуалды зертханалықтардың топтамасын жібереміз. Сіз үшін пайдалы боларына толыққанды сеніммен айтамыз. Барлығы тегін, тек қана ашып, интернетті қолданып пайдалансаңыз болғаны. Мысалы, мына жерде қарапайым бір нені ашайық, міне. Аштық. Осы жерде сіз нені таңдайсыз, міне. Өзіңізге керекті болған, жер болсын, ай болсын, білмеймін, керекті болған осылай планеталар анықтап аласыз. Олардың несіне байланысты еркін түсуі де өзгеріп отырады. Дәл осы жерде біз өзімізге керекті болған нені анықтадық. Мына жер деп қарастырамыз. Одан кейін барып, мына бетте пускты басамыз. Қараңыздар. Тербеліске келді. Тербеліске келу арқылы осы жерде кинетикалық энергияның потенциалдық энергия өзгеруін де көруге болады. Бір, екі. Дәл осы жерде математикалық маятниктің тербеліс периодын анықтауға болады. Немесе еркін түсуін анықтауға болады деген сияқты. Дәл осылай өзіңіздің әрбір сабағыңызды қызықты қылып өту үшін осы бір платформаларды қолдануға кеңес береміз. Ашасыз, барлық тақырыптарға керекті болған зертханалығыңызды аласыз, қолданасыз. Яғни бұның барлығы тегін, тек қана уақыт бөліп, осымен аз уақыт жұмыс жасасаңыз, оқушыларға да біраз қызықты болады. Әрине сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Осы бір платформаларды алып, ашып, қолдануға кеңес береміз. Әрине біздің каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып, досыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар, егер дәл осылай сізге зертханалық жұмыстарын жасауға мүмкіндік беретін платформалардың тізімі керек болса, төменге, яғни тізім деп жазсаңыз, біз сізге жекеңізге жіберетін боламыз. Жақсы, келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.